Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге кешегі өткен тақырыпты кішкене ары қарай жалғастырып кетейін. Кеше бір жерде бір нәрсе бар деп айтуды үйрететін there is, there are конструкциясын өткенбіз, иә. Енді біз бүгін сұрақ қойып, және болымсыз сөйлемдер қандай болады екен соған тоқталамыз. Енді қарайық. Егер де үстелдің үстінде қалам бар ма деп айтқыңыз келсе, жаңағы is деген to be етістіктің түрін, is деген түрін there'ның алдына шығарамыз. Қалғаны бәрі қалады, сонда бізде сұрақ пайда болады. Is there a pen on the table? Былай алыстап көрсетсем. Is there a pen on the table? Үстелдің үстінде қалам бар ма деген сөз. Егер де үстелдің үстінде қалам болса, онда былай деп жауап береміз. Yes, there is a pen. Қалам бар. Немесе толығымен жауап беруге болады. Yes, there is a pen on the table. On the table, үстелдің үстінде дегенді қосамыз. Егер үстелдің үстінде қалам болмаса, онда былайша жауап береміз. No, there is not. Бұл жоқ деген жауаптың ұзын түрі, қысқартылған түрі isn't. Is not'ты isn't деп қысқартуға болады. Яғни, no, there isn't. No, there is not. Басқа толық сөйлем айтатын болсақ, there is no pen. Немесе, there is no pen on the table деп айтуға болады. Столдың үстінде ешқандай қалам жоқ деген сөз. Бұл жаңағы жекеше түрде бір ғана затқа байланысты сұрақ болды. Егер көпше түрде болатын болса, жаңағы әдісті қолданамыз. To be'дің көпше түрдегі a деген формасын there'ның алдына апарып қоямыз. Сол кезде бізде мынандай сұрақ шығады. Are there two pencils? Кешіріңіздер, мына жерде сұрақты сөйлемді оқи кетейін. There are two екі деген сөз. Two pencils on the table. Үстелдің үстінде екі қарындаш бар деген сөз. Енді сұраймыз. Екі қарындаш бар ма? Are there two pencils? Бұл екі қарындаш бар ма деген сөз. Толық сұрағыңыз келсе, are there two pencils on the table деп сұрауға болады. Үстелдің үстінде екі қарындаш бар ма деген сұрақ шығады сонда. Егер де сұрағыңыз, жауабыңыз болымды болса, онда yes, there are two pencils. Немесе толық жауап беруге болады. Yes, there are two pencils on the table. Егер де жоқ болса, no, there are no pencils деп айтамыз. No pencils on the table. Is there a pen on the table? Үстелдің үстінде қалам бар ма? Мына артикль. Pen деген сөздің алдында тұрған артикль. Оны деп созбаймыз, оған екпін түсірмейміз. Артикльдер өзі тұрған сөзбен бірігіп қосылып кетеді. Is there a pen on the table? Мына жерде сіздер екі әріптің қосындысын көріп тұрсыздар. T мен H. T мен H бірігіп the деген дыбысты береді. The. Is there. The. Бұған осы екі әріптің бірігіп the дыбысын беретін мысалға мен келесі сабағымда кішкене толығырақ тоқталып кетем. Ары қарай. Yes, there is a pen. No, there is not. No, there isn't. There is no pen. There is no pen on the table. There are two pencils on the table. There are two pencils on the table. Sұраймыз. Are there two pencils? Yes, there are. Yes, there are two pencils. No, there are no pencils.